Менімше сендер оған дауыс беру керексіңдер. Ирландияның адамы болсан, Конорға дауыс беру керексің деп ойлаймын. Конор не ойлайтынын ешкім білмейді. Ал мен Чендлерді жеңгеннен кейін Оливейрамен шығамын. Иә, достар, осы жексенбіде Майкл Чендлер мен Пэдди Пимблеттің жекпе-жегін, онымен қоса жартылай жеңіл салмақтағы белбеу үшін Александр Волкановский Диего Лопеспен төбелесетін болады. Толық жекпе-жектерді менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Ал біз бастаймыз. Сіздермен Солайде арнасы. Көптердің қателігі ойындар. Мені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен жайлы ештеңе білмеймін. Шалқаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Drink water first. Кеттік ал. Чендлер, әлбетте бәріміздің білуіміз бойынша сен Конормен кездесуің керек еді. Бірақ онымен кездесе алмай Оливейрамен реванш өткіздің. Одан көп уақыт өтпеді. Ал әзір сен жаңа қарсыласпен шығуға дайынсың. Сондықтан UFC саған Пимблетті бергенде, Пимблет бұл жекпе-жек желтоқсанда болу қажет деген еді. Мүмкін сен оралғың келмеген шығар. Сондықтан сұрағым келіп тұрғаны, саған Пимблетті бергенде не ойладың? Контрактқа қолыңды қаншалықты тез қойдың? Мен тәуекелге барудан қорықпайтын жігітпін. Белгісіздікке шауып бара аламын. Кейде қате шешімдер де қабылдаймын. Иә, кейде, бірақ мен өз сөзімде тұрамын. Сондықтан UFC маған бұл жайлы айтқанда мен шығам дедім. Мен жай ғана қашан шығатынымды білмедім. Менде жарақаттар болды. Өзімді ретке келтіру керек болды Оливейрадан кейін. Бұл ауыр жекпе-жек болды, соңғы 2 айымды алды. UFC үшін маусым дедік, сосын сәуір дедік, ақыр соңында қайта төбелесуге дайын болып шықтым. Ал бүгінгі бейнеміз Бекнияздың арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын, барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейненің шығуына септік тигізгіңіз келсе, онда осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Денсаулығым жақсы, дайынмын. Соңғы Оливейрамен жекпе-жектен кейінгі көңілім толмай тұр. Өзімнің ең керемет өнерімді көрсетемін. Октагонда мені қатты өзгерткен нәрсе болды. Сол үшін әзір оралып, толықтай дайынмын. Лагерде бәрі жақсы өтті. Келіскеніме қуаныштымын. 2-3 күн бұрын қызым дүниеге келді, сондықтан менде қосымша мотивация бар. Пимблетті керемет нокаутпен жеңіп, үйге қайтып, 3 баламның әкесі болуым қажет. Құттықтаймын. Сенің рейтингте жоғары тұрған жігіттермен шығатынды білеміз. Және Пэдди Пимблетпен жекпе-жек ең үлкен назар аударатындай жекпе-жек пе? Конор мен Исламға қарсы белбеу үшін жекпе-жекті санамағанда. Пэдди жайлы бәрі айтуда дивизионда. Иә, әлбетте, бұл спорт. Кейде жеңесің, кейде жеңілесің. Бірақ кей жауынгер октагонға шыққанның өзі адамдарға қызық. Мен октагонға шыққан сайын, Пэдди октагонға шыққан сайын адамдар толқиды. Адамдар қарап жеңілісімді күтеді. Немесе біздің жанкүйер болса жеңісті күтеді. Екеуміз де мықтымыз. Бұл негізі мейн-ивент адамдар үшін. Мен UFC-де 2 рет тығырыққа тірелген едім. Алғашқы UFC-де дебют өткізген сәтім. Мен барлығын алып, немесе бәрінен айырылуым мүмкін еді. Бірақ Дэн Хукерді қалай ұйықтатқанымды көрдіңдер ғой. 2,5 минутта. Тағы 1-2 жекпе-жектен кейін Тони Фергюсонмен шықтым 7-ші орындағы. Немесе 8-ші орында ма? Мен 5-ші орында болдым. Бұл тәуекел болды мен үшін. Сосын жылдық нокаут жасадым оған. Спорт центрда 1-ші орында тұрдым. Сондықтан мен осындай сәттерде өзімді көрсетемін. Жексенбі күні соңғы 2 жекпе-жегімде өтеді бәрі. Соңғы уақытта артынан қалмайтын есім ол Конор Макгрегор. Оның Ирландияның президенті болғысы келетіні жайлы не ойлайсың? Менімше сендер оған дауыс беру керексіңдер. Ирландияның адамы болсан, Конорға дауыс беру керексің деп ойлаймын. Жоқ, шындығында білмеймін.
Конор не ойлайтынын ешкім білмейді. Сендер оны шаршады, шаруасы бітті дейсіңдер. Ол болса тек тағы бір мың шаруамен айналысып кетті. Білмеймін, жақсы ма, жаман ба. Сол үшін көреміз не боларын. Бұл тек политикалық айла болуы мүмкін назар аудару үшін. Егер бұлай болса, өте жақсы. Құдайым, мына жарық көзді күйдірді ғой. Педи, мына жақтамын. Әлбетте сен UFC-ге келгелі бері назарды өзіне аударып жүрсің, бірақ бұл жекпе-жек ең маңызды десе болады сен үшін. Өзің де солай ойлайсың ба? Иә, әрине, менің әрбір жекпе-жегім маңызды. Бәрін жеңіп, қаралымды ең көп жинайтын Колмейн ивентке шығайын деп тұрмын. Жылдың ең үздік жекпе-жегіне шыққалы отырмын. Бұл өзімді көрсететін уақыт. Әрбір жауынгердің мансабында бір жекпе-жек болуы керек, оның нағыз жауынгер екенін дәлелдейтін. Конор Порьемен бірінші рет шыққанда ол енді көтеріліп жатқан еді мансабында. Сосын бәрі оның расымен мықты екенін түсінді. Сен де Чендлермен жекпе-жегінде әлемге тек күлдіргі жауынгер ғана емес, нағыз элиталық жауынгер екеніңді дәлелдейтін сәт пе? Соған үміттенемін. Бірақ менің жолым әрдайым болады. Бәрі мені ұйықтап қалады, Пэдди онша емес деп айтуда. Ал мен Чендлерді жеңгеннен кейін бәрі оны оның жасы 38-де, уақыты өтті дейді. Оған үйреніп кеттім. Әзір маған бәрібір шығып өзімнің мықты екенімді дәлелдеймін болғаны. Және де жаңа буын ескі буынды алмастыруда, түсінесің бе? Олар зейнетке шығады, немесе Тони Фергюсон секілді бітіреді. Себебі олардың көбісі алғашқы ондықтағылар 38-ге келіп қалды. 35-ке кешіріңдер. Ариуш, Майкана, Чендлер, Порье, Гейджи, Оливейра. Гамрат нешеде білмеймін. Дэн Хукер де 35-те секілді. Сондықтан осы 3 жылда жеңіл салмақ толықтай өзгереді. Мен және Арманнан басқасы. Соңғы сұрағым, сен немесе сенің бапкерін айтқан, Оливейра Чендлерді жеңетін формуланы көрсетті деп, өзінің геймпланды ақтармай, Оливейраның тәсілдері расымен көмектеседі деп ойлайсың ба? Иә, көп нәрсені түйіп алдым, бірақ айта алмаймын оны. Сонда соққыны жеп қалды бірақ Оливейра, бірақ Чендлерді қалай текдаунға оңай құлатуды көрсетті. Бәрі Чендлерді күресімен мықты деп ойлайды, бірақ таза күресте ғана ол мықты. ММА-дағы күрес мүлде басқа. Мен мықтырақпын. Ең мықты греплер ударник ол мен. Оның күші көбірек болар соққыларда. Жексенбі күні көреміз кімнің күші көбірек екенін. Менің оны ұйықтататын мүмкіндігім көбірек одан қарағанда. Ал енді осы жекпе-жекте кім жеңеді деп ойлайсыздар? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман, сау болыңыздар.